Авторлық әндерінің орындаушысы, поэтесса Екібастұздық Райхан Әбікеева «Медные струны жезқазгана» деп аталынған авторлық бард әндерінің республикалық фестиваліне қатысып, екінші орын алып келді. Ол сөзі мен әнінің үздік авторы аталымында жүлдегерлер қатарынан көрінген. Это мой первый фестиваль, где я приняла. Сайысқа қатысып, жүлдеге таласқан бұл менің бірінші фестивалім. Онда сөзі мен әнінің үздік авторы ретінде екінші орын алдым. Фестивальдің өзі жоғары деңгейде өткізілді. 20 шақты адам қатысты. Қарсы алу, қызмет көрсету сапалы болды. Сондықтан осындай фестивальді біздің облыста да өткізсе деген арманым бар. Бұл фестивальде автор екі шығармасын орындапты. Оның бірі жас ұрпақты үмітке жетелейтін «Дорога надежды» әні. Путь истины нелегок и непрост, но ты не поддавайся искушениям. И даже средь войны море слез иди всегда дорогою надежды. Райхан Әбікееваның туып өскен жері Ақтоғай ауданы. Екібастұз қаласына 1998 жылы қоныс аударған екен. Одан кейін 5 жылдай Алматы қаласында өмір сүріп келді. Онда талантты поэт авторлық әндердің орындаушысы ретінде танымал болған. Ол сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғасының ұрпағы, нақтырақ айтсақ, Естай Беркімбаевтың шөбересі. Я вообще являюсь Мен өзім Естай Беркімбаевтың шөбересімін. Ол менің ұлы атам. Өлеңді ес білгелі бала кезімнен жазып жүрмін. 5 жылдай Алматыда тұрдым. Онда сіңілім тұрады. Ол театр мен кино актрисасы. Динара Әбікеева жақында келіп кетті. Өйткені осында ол түскен киноның көрсетілімі болды. Өлеңдеріме ән шығаруды 2011 жылы бастадым. Сол жылы әкем қайтыс болған еді. Соған арнап 5-6 ән шығардым. Алматыда арнайы жаздық. Оның бір-екеуін Динара орындады. Кезекті бір шығармасы «К ангелу» деп аталыпты. Ол болса ұлы атасымен болған әңгіме ретінде шығарылған екен. Және бұл әнді де Райхан Жезқазғандағы фестивальде орындапты. Қазылар алқасы болса, әннің сюжетіне де жоғары баға берген. Шорох крыльев за спиной, я прошу меня укрой, забери, прошу меня с собой. Я пишу очень быстро экспромтом. Түрлі тақырыпта жазамын, және жағдайға байланысты жылдам жазамын. 1-2 минуттың ішінде шығара саламын. Сосын бірнеше сағатта бір түрлі сезімде боламын. Сөздердің үйлесімділігіне де назар аудармаймын. Олар кино көріп отырғандай өздері шыға береді. Өлеңдер көп жазылды. Санаған да жоқпын. Шығармаларым Найзатас журналында жарық көрді. Қазір жинақтарымды басып шығару бойынша жұмыстар жүргізілуде. Біз кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған күніне арнап концерт қойдық. Сонда ауған соғысына қатысқан ардагер өзінің басынан өткен бір әңгімені айтты. Соны тыңдап отырып, мен өлең жаздым. Аздап ұзақтау өлең шықты. Әңгімеден кейін оған оқып беріп едім, ол таң қалды. Және менің жинақтарымды басып шығару олар үшін үлкен абырой болатынын атап өтті. Қазір сол өлеңдерімді жинап, түзету жұмыстарын жүргізудемін. Сондықтан бір жинақ шығарамыз. Бір тоқтала кететін Райханның бойында қасиеттер қызы Аделияға да дарыған. Ол музыкант, халықаралық конкурстардың бірнеше дүркін лауреаты. Райханның өзі болса Павлодардағы әдебиет бірлестігінің құрамына енеді. Бардтар мен поэттердің шығармашылық бірлестігінің мүшесі. Именно в Павлодарской Павлодар облысында мен соңғы 4 жылда ғана ашылып ән айтып жүрмін. Бұрын ұялатынмын, және бұл ешкімге керегі жоқ деп есептейтінмін. Бірақ науқастанып қалған кезімде бұл Құдайдың берген сыйы екенін, және оны адамдарға жеткізу керегін түсіндім. Өмірімнің қиын кезеңінде мен бір кітап оқыдым. Содан оқығаным мені алға итермеледі. Шығармашылық үлкен күш, ол адамдарға дем береді, және онымен әрдайым айналысу керек екенін түсіндім. Мен өлең жазғанда қиналып, еңбектенбеймін. Ол маған өзі жоғарыдан келе береді. Сондықтан мен өзімді тек ортадағы жеткізуші ретінде санаймын.
Концерттердің ұйымдастырушысы ретінде Райхан Барттар мен поэттердің шығармашылық бірлестігінің басқа да мүшелерімен бірлесіп, мәдениет саласы қызметкерлерінен қолдау іздеуде. Мақсат біздің облыста да ауқымы кең фестиваль ұйымдастырып, көрерменнің ықыласына ие болу.